Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге жасауы өте оңай самса түрімен бөлісемін. Ол үшін бізге қажетті ұн, сары май, жұмыртқа, қаймақ, тұз және де жылы су. 180 грамм сары майымызды күштен өткізіп аламыз. Барлығын өткізгеннен кейін араластырып, үстіне 2 дана жұмыртқамызды, 150 грамм жылы су, 1 қасық тұз және де 150 грамм қаймақты қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыз дайын. Қамырымыздың бір бөлігін пищевой пленкаға, екінші бөлігін кәдімгі салафанға салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоя тұрамыз. Қамырымыз демалғанша біздер енді самсамыздың салмасын дайындайтын боламыз. Менде бұнда тартылған сиыр еті және де тартылған пияз, тұз бен қара бұрыш. Пиязды тартуға не болмаса уақыттап турауға да болады. Барлығын жақсылап араластырып, енді ары қарай біздер қамырымызбен жұмыс жасаймыз. Қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Жайылған қамырымыздың үстіне еріген сары майды барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Сары майды түгелде жағып болғаннан кейін қамырдың бір шетінен ішке қарай айналдыра отырамыз осылай. Қамырымызды орап болған соң, оны ішке қарай бұрап дөңгелектейміз. Бұны салафанға қайтадан салып, 1 сағат немесе 2 сағатқа тоңазытқышқа саламыз. Уақытымыз өткеннен кейін қамырдың бір шетінен кесіп алып, оның ары қарай самсамыздың салмасын салып дайындайтын боламыз. Мен бұл жерде 3 бұрыштап түйдім. Әркім өз қалауынша түйе алады. Самсаның түйілу жолдары әртүрлі. Противенге қойып, үстінен жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт себемін. 200 градус қызып тұрған пешке 30-35 минутта пісіріп аламын. Астарыңыз дәмді болсын.